және көп мүшелер. Бір мүше дегеніміз не? Бір мүше дегеніміз ол сандар мен әріптердің, олардың дәрежелерінің көбейтіліп тұрған, көбейткіштері жіктеліп тұрған түрі. Мен не деп тұрмын? Мысалы, 2ab ол бір мүше. Немесе 5x квадрат y ол да бір мүше. Немесе жай ғана 3x ол да бір мүше. Немесе y куб ол да бір мүше. Сіздер өзіңіз бір мүшелер келтіре аласыздар. Айталық, біреу айтады 3x квадрат y дейді. Ол да бір мүше. Немесе біреу айтады жай ғана x ол да бір мүше. Немесе жай ғана 4 ол да бір мүше. Ол бір сан болуы мүмкін, бір әріп болуы мүмкін. Сан әріптердің көбейтіндісі болуы мүмкін. Бірнеше әріптердің көбейтіндісі дәрежелер болуы мүмкін. Мысалы, ол болуы мүмкін 7 x куб y-тің 5 дәрежесі z 4 дәреже мысалы десек болады. Бұлардың барлығы бір мүшелер. Ең маңыздысы олар несі ету көбейткіштері жіктеліп тұру керек. Көбейтіліп тұру керек. Әріптер мен сандардың жинағы тұру керек. Осылардың барлығы бір мүше. Енді бір мүшенің коэффициенті деген түсінік бар. Бір мүшенің коэффициенті деген ол алдында тұрған сан. Мысалы, 4 немесе x-ның алдында не тұр? 1 тұр, мынада 3 тұр, мынада 1 тұр, мынада 3, 2, 5, 7. Коэффициент ол кәдімгі алдында тұрған сан бір мүшенің. Бір мүшенің дәрежесі деген сөз оның әріптерінің дәрежелерінің қосындысы. Бір мүшенің дәрежесі емес, оның әріптерінің дәрежесінің қосындысы. Мысалы, мына бір мүшенің дәрежесінде бір әріп бар ма, оның дәрежесі 1. Мына бір мүшенің дәрежесінде әріп жоқ. Онда әріп жоқ болса, оның дәрежесі 0 дәреже. Мына бір мүшенің дәрежесін қараңыз. Мынау 2 дәреже, мына 1 дәреже, осы екеуін қосасыз, бұл бір мүшенің дәрежесі 3 дәреже. Мына бір мүшенің дәрежесі 3 дәреже, мына бір мүшенің дәрежесі 1 дәреже. Әріптердің дәрежелерін қосасыз. Мына 1 дәрежесі қосаңыз 2 дәреже. Яғни 2ab бір мүшесінің дәрежесі 2. Мынаның дәрежесі 3, мынаның дәрежесі 3 қосу 5. 8 қосу 4, 12 дәрежелі бір мүше. Енді, бізде бір мүшелерді бір мүшеге қосу немесе азайту деген түсінік бар. Олар қалай бір-біріне қосылады немесе азайтылады? Ол үшін андай ұқсас бір мүшелер деген түсінікті енгізу керек. Ұқсас деген қалай? Мына бір мүшелерге қараңыз. Ұқсас деген сөз олардың әріптері бірдей, және сол әріптердің сәйкес дәрежелері де бірдей. Сандары әртүрлі болуы мүмкін. Енді мына дәрежелерге қараңыз. 3 дәреже деген бар мұнда. Мұнда 3 дәреже бар, мұнда 3 дәреже бар. Осылардың әріптерінің дәрежелері бірдейлеріне қараңыз. Мұнда x квадрат y, мұнда y куб, мұнда x квадрат y. Қайсысы бірдей? Сіздер тапқандай ол мына екеуі бірдей. 5x квадрат y пен 3x квадрат y. Осылар бізге ұқсас бір мүшелерді аталады. Бір мүшелерді қосу немесе азайту үшін олар қандай болу керек? Бір мүшелерді қосып немесе азайту үшін олар ұқсас болу керек. Сол кезде біз оларды қосып азайтамыз. Мысалы, 3x квадрат y пен жай мына y кубты мен қоса алмаймын. Бұлар бір-біріне қосылмайды. Бірақ 3x квадрат y пен 5x квадрат y олар бір-біріне қосылады да азайтылады. Яғни 3 штук x квадрат y-ге 5 штук x квадрат y тапар қоссам, 8 штук x квадрат y құрады. Яғни оларды қосу азайту деген сөз алдындағы коэффициенттерін, алдындағы сандарын қосып азайту. Қосу болса қосаңыз азайту. Ана бір мүшенің қасына жазылып тұрады. Түсінікті ме? Тағы да мысал қарайтын болсақ, мысалы, 2ab-ға қосылу үшін бізге айталық 7ab керек. Сол кезде олар қосамыз, 2ab-ға 7ab болсақ, ол екі бір мүшені қосуға болады. Бізде 9ab шығады. Немесе азайту болады, 2ab, азайту 7ab. Азайту деген сөз алдында сандарыңыз 2-ден 7-ні азайтасыз, минус 5 дейсіз, абысын жазып қоясыз солай. Оларды абыны қосып, немесе а квадрат по квадрат жазбайсыз, көбейтіп. Бір мүшелерді қосып азайту үшін олар ұқсас болу керек. Ұқсас деген сөз сандары әртүрлі болса да алдындағы олардың әріптері және сол әріптердің сәйкес дәрежелері бір-біріне тең. Мысалы, y-тің 1 дәрежесі мынада, y-тің 1 дәрежесі, x-тің квадраты мынада, x-тің квадраты. Сол кезде оларды бір-біріне қосып азайтуға болады ұқсас бір мүшелерді. Енді көбейту мен бөлу оңай. Көбейту мен бөлу ол әрбіне санына көбейту сәйкес. Мысалы, айталық менде 2a квадрат b деген бар. Соны көбейтілім келіп тұр. Мен тағы бір мүшеге 3b куб c деген бір мүшеге. Екеуі де бір мүше көбейту үшін бірінші сан мен сан көбейтіледі. Коэффициенттері 2 мен 3 көбейтесіз. Қорытынды 6 шығады. Сосын сәйкес әріптер көбейтеді. Енді қараңыз, а квадратқа мында сәйкес а квадрат болмаса, сол а квадрат өзі жазылады. b мен сәйкес b куб бар. Егер негіздері бірдей ортада көбейтілсе, олар дәрежесі қосылады. b-ның үшеуіне көбейтсек,
яғни b көбейту b көбейту b көбейту b десек, мынау b куб қой, мынау b-ның 1 дәрежесі. Сол кезде b-ның 4 дәрежесі шығады. b-ның 4 дәрежесі. Және мына c-ға сәйкес c жоқ, онда ол қалады. Яғни бірінші көбейту деген осы. Немесе айталық сізде 3x квадрат y көбейту керек 4x куб y-дің 5 дәрежесіне. Сіз сан мен санды көбейтесіз, 3 пен 4-ті көбейтесіз, 12 дейсіз. X мен x-ін көбейтесіз. X-дің квадратын x-дің кубына көбейтсек, дәрежелер қосылады, 2, 3 қосамыз 5 дәреже. Және y пен y-ін көбейтесіз. Мынада y-дің 1 дәрежесі, y-дің 5 дәрежесін көбейтсек, y-дің 6 дәрежесі. Бұл қорытынды. Яғни көбейтіп бөлу үшін біз тек қана саны мен сан дәрежесін бөлгенде де солай. Айталық сізге 12x куб y 4 дәрежесін бөлу керек 3x квадрат y-дің 5 дәрежесіне, или 6 дәрежесіне дейік. 6 дәрежесіне. Қалай бөлеміз? Бөлгенде сан санға бөлінеді. 12 3-ке бөлінеді. 4 шығады. X куб x квадратқа бөлінеді. Бөлгенде біз керісін дәрежесін азайтамыз. 3-тен 2 азайтамыз. 1 қалады. X-дің 1 дәрежесі қалады. Жазбасақ болады 1 дәреже, жай x. Және y-дің дәрежесі 4 бөлеміз y-дің 6 дәрежесі, 4-тен 6 азайтамыз -2. Осындай бір мүше шығады, иә? Енді мұнда y-2 дәрежесі сол 1 бөлу y квадрат қой, 1 бөлу y квадрат. Астына +2 дәреже жазылады. Былай жазылады. Дәреженің қасиеттерінде осы туралы айттық біз, иә? Мына бөлу бөлшекпен тұрса да солай, 12x куб y 4 былай бөлінсе де біз 12-ні 3-ке бөлеміз. 4 x куб x квадрат. Қайсының дәрежесі үлкен? Үстіндегі тұрған дәрежесі үлкен болса, үстіне сақтаймыз. 3-тен 2 азайтамыз 1. Немесе 1 дәреже жазбаймыз соны мүлдем. Енді y4, y6-ңыз қайсының дәрежесі үлкен? Астында. Демек, ол астында сақталады. 6-тан 4-саңыз 2. Дәл сондай жауап шықты. Иә? Көбейту бөлу кәдімгі саны мен санын сәйкес әріптен өзара. Енді жақша сыртынан шығару деген сөз, ол ұқсас мүшелерін жақшаның сыртынан шығару. Айталық сізде 6a куб b квадрат қосу керек. Айталық сізде 18a квадрат b. Иә? Немесе b куб. Бұлар бір-біріне қосылмайды. Себебінде a-ның кубы, мында a-ның квадраты, мында b-ның квадраты, b-ның кубы. Оларды қосуға болмайды. Сондықтан қосуға болмаса, онда жақшаның сыртынан шығару деген сөз. Жақшаның сыртынан шығару керек. Бірінші саны 6 мен 18 екеуі бөлінетін бірдей сан жақшаның сыртынан шығарасыз. 6 мен 18 екеуі де 6-ға бөлінеді. Жақшаның сыртынан 6 тұрады. Енді әріптеріне қарайсыз. Әріптерінде a-ның кубы, a-ның квадраты. Қайсының дәрежесі азырақ, сол шығады. Әрине a квадрат аз. Және келесі әріп b-ның квадраты және b-ның кубы. Қайсысы кішірек? Квадрат, сондықтан b квадрат шығады. Жақшаның сыртынан шығарған кезде, санға қараған кезде қайсысы екеуіне де бөлінеді? 6-та 18 6-ға бөлінеді, сондықтан 6 шықты. Және әріптерінің кіші дәрежелері шықты. Неге олай? a куб дегеніміз a көбейту a көбейту a. b квадрат дегеніміз b көбейту b. Иә? Енді мұнда a квадрат дегеніміз ол a көбейту a. b куб дегеніміз b көбейту b көбейту b. Жақшаның сыртына алып кете аламыз. Біз a-ның 3-і бар, a-ның 2-і бар. Әрине біз 2-ін ғана алып кете аламыз. Себебі мұнда басқа a жоқ. Сондықтан мұнда да 2 алып кетеміз. Яғни 2-інен де 2 штук a алып кеттік деген сөз, біз a квадратты шығардық деген сөз. Иә? Дәл сол сияқты b мен. Егер біз нардан 2 штук b алып кете алсақ, нардан да 2-ін алып кетеміз. Сол кезде жақшаның сыртында бізде не тұрады? Жақшаның сыртында бізде b квадрат тұрады. Сол кезде бірінші орында қараңыз, не қалып қойды? 1a қалып қойды. 1a қалып қойды. Ол жақшаның ішінде қалды. a. Қосу, мына 6 кетіп қалды. Қосу 18-ді 6-ға бөліпсақ 3 қалады. Немесе 6-ны қайтып 3-ке көбейтсеңіз, қазір қайтадан 18 шығады. a кетті, b кетті, 1b қалды. Яғни не шықты бізде? 6a квадрат b квадрат жақшаның сыртынан шығарып жүрген кезде a қосу 3b жақшаның ішінде қалды. Тексергіңіз келсе, қайтып көбейтіп тексересіз. Яғни сіз мына бір мүшені, жақшаның сыртында тұрған бір мүшені көбейтесіз мынаған және көбейтесіз мынаған, сол кезде берілген зат шығу керек. Кеттік, ал 6a квадрат b квадратты a-ға көбейтсек, 6a куб b квадрат шығады. Және 6a квадрат b квадратты 3b-ға көбейтсек, 6 мен 3 көбейтіледі 18, a квадраттың өзі тұрады, ал b квадратпен b көбейтсе b куб шығады. Расында да мынау шықты. Осы жақшаның сыртынан шығару деген сөз. Бір мүшелер мен көп мүшелер. Енді біз бір мүшелер туралы айттық та, мынада көп мүшелер туралы айтпай кеттік, иә? Көп мүше деген сөз 2 немесе одан да көп бір мүшелерінің қосындысы немесе айырмасы. Яғни мен мынау мен мынаны қосып жазатын болсам, ол көп мүше болады. Немесе айталық мынау және мынаны қосып жазатын болсам, ол да көп мүше болады. Қараңыз. Y куб, мынау
қосу x. Және мынау азайту 4 деп жазсам, ол не болады? 3 мүше болды ғой. Мынау 1 мүше, мынау 1 мүше, мынау 1 мүше. Ол 3 мүше, 3 мүше немесе ол қалай аталады басқаша мына 3 мүше? Көп мүше деп аталады. Осы. 2 мүше деген сол тек қана 2 штук 1 мүшенің қосындысы емес. Мысалы айталық, 2ab мен 3x алатын болсам, ол 2 мүше болып тұрады. Немесе көп мүше деп атаймыз, иә. Көп мүше сол барлығы 2 болсын, 3 болсын, 4, 5, 10 болсын, олар көп мүшелер. 1 мүше тек қана біреу отыру керек. Мынау сияқты мысалы. Осы 1 мүшелер мен көп мүшелер.